Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 8 сынып Қазақстан тарихынан Қазақ-жоңғар соғысы бөлімі бойынша тақырыптық тест сұрақтарын талдайтын боламын. Мен бұған дейін өзімнің арнамда 8 сыныптың осы бірінші, екінші бөлімі бойынша барлық сабақтарды салдым. Сондықтан отан тарихын білгісі келетін әрбір қазағым осы менің арнама тіркеліңіздер. Сондай-ақ, егер видео ұнап жатса, лайк басыңыздар, ұнаса, пайдаға жарап жатса, ұнады деген бір ауыз сөз жазып кетулеріңізді сұраймын. Сондай-ақ, ұбт-дан жақсы балл алу үшін Қазақстан тарихының кезеңдеріне сәйкес тест сұрақтарын жаттап, талдап алуларын керек. Бірінші сұрақ: қазақтарға жойқын қауіп төндірген жоңғар мемлекетінің басты мақсаты. Жоңғар мемлекеті қазақтармен шекаралас жатты. Жоңғар мемлекеті мал шаруашылығымен айналысқан көшпелі мемлекет болды. Сондықтан оларға мал жайылымы үшін үлкен жер керек болды. Қазақ жерінің шұрайлы жерлері менен оңтүстіктегі сауда қалалары оларды қызықтырды. Сондықтан жоңғарлар қазақ елінің тәуелсіздігін жойып, өзіне бағындырғысы келді. Жауабы да. Екінші сұрақ: Тәуке хан өлгеннен соң оның мирасқоры қайып болды. Қайып хан Тәуке хан сияқты мемлекетті ұстап тұра алмады. Ал Әбілмәмбет, Сәмеке, Әбілқайыр хандар бұл жерде кіші хандар. Үшінші сұрақ: 1723 жылы жоңғарлардың 70 000 әскерін қазақ жеріне бастап кірген қонтайшы бұл Севан Раптан. 7 бағытта 70 000 әскерменен шабуыл жасады. Осы Севан Раптанның жаулаушылық соғысы қазақ тарихында Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама деген атпенен қалды. Төртінші сұрақ: Аңырақай түбінде барлық жасақтарға қолбасшылық жасады. 1726 жылы Ордабасы деген жерде қазақ жүздері жоңғарларға қарсы күресу үшін құрылтай өткізді. Осы құрылтайда жоңғарларға қарсы күресті ұйымдастырушы бас қолбасшы болып Әбілқайыр хан тағайындалды. Жауабы Әбілқайыр хан. Бесінші сұрақ: жоңғарлардан қашқан орта жүз рулары үдере көшті. Бұл жерде Хиуаға, Жайық бойына, Ырғыз бойына кіші жүздің рулары көшіп кетуге мәжбүр болды. Хотженке ұлы жүздің қазақтары көшті, ал Самарқандқа орта жүздің қазақтары көшті. Жауабы Самарқанд. Алтыншы: Аягөз шайқасында ерлікпен көзге түскен батырлар. Бұл жердегі батырлардың барлығы жоңғарларға қарсы күрескен батырлар, қазақ жасақтарының қолбасылары. Ал Аягөз шайқасында көзге түскен батыр Қабанбай менен Жауқашар. Бірақ осы шайқаста Қабанбай мен Жауқашар қанша ерлік көрсеткенменен хандардың дұрыс соғыс жүргізбеуінің нәтижесінде Аягөз шайқасында қазақтар жеңілді. Жетінші сұрақ: Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама оқиғасының жылдары. 1723-1727 жылдар. Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама оқиғасы бұл қазақ тарихындағы ең аса ауыр кезең. Бұл кезеңде қазақтар малынан айырылды, жанынан айырылды, гүлденген қалалар қиратылды, егістік жер тапталды. Ал босыған қазақ халқы әртүрлі алыс аймақтарға, тіпті шекаралас жатқан шет мемлекеттерге дейін тарап босып кетті. Сегізінші сұрақ: жоңғар шапқыншылығынан қатты ойрандалған жер бұл Жетісу жері. Жауабы да. Себебі Севан Раптан тұтқиылдан шабуыл жасаған уақытта соғысты бірінші болып Жетісу аймағынан және Ертіс аймағынан бастады. Тоғызыншы сұрақ: жоңғарлардың Түркістан мен Ташкент қалаларын басып алуы. 1724-1725 жылдардың аралығы. 10-шы сұрақ: Аңырақай шайқасынан кейін таққа таласқан хандар. Аңырақай шайқасынан кейін Болат ханның қайтыс болуына байланысты таққа Әбілқайыр мен Сәмеке таласты. Себебі Әбілқайыр да Сәмеке де өте белгілі адамдар еді және үміткер еді. Бірақ аймақтық билеушілер бұл екеуін ұлы хандыққа сайламай, белгісіз Болат ханның ұлы Әбілмәмбетті ұлы хан етіп сайлады. Өйткені аймақты билеп отырған сұлтандар биліктің басына күшті тұлғаның отыруын қаламады. 11-ші сұрақ: жоңғарларға қарсы қол бастап ерекше көзге түскен батыр бұл Бөгенбай. Бөгенбай батырды 1710 жылы барлық жасақтардың қолбасшысы қылып тағайындады және Бөгенбай жасы 80-ге дейін аттан түспей жоңғарларға қарсы күресті. 12-ші сұрақ: 1723 жылы жоңғарлардың барлық күш қуатын қазақ еліне қарсы жұмылдыруының басты себебі бұл Цин императоры Кансейдің өлімі. Өйткен себебі жоңғарлар шығыстағы көршісі Қытаймен ұзақ уақыт соғысты.
Міне осы уақытта Кансей өлгеннен кейін екі елдің арасында бейбітшілік келісім жасады. Осыны пайдаланған жоңғарлар қазақ еліне шабуыл жасады. 13-ші сұрақ. Ақтабан шұбырында алқакөл сұлама кезінен жеткен зарлы жыр. Бұл елім-ай. 1710 жылы жоңғарларға қарсы күресу үшін қазақ халқының беделді өкілдері жиналып, құрылтай өткізілген жер Қарақұм. 15-ші сұрақ. 18 ғасырдың бірінші жартысында жоңғарларды толығымен қуып шығуға қандай жағдай кері әсер етті? Жауабы: Ұлы хан Болат қайтыс болып, Әбілқайыр мен Сәмеке таққа таласты. Осы Әбілқайыр мен Сәмекенің таққа таласуының нәтижесінде қазақ халқының арасындағы бірлік, ынтымақ бұзылды. Бұланты шайқасы мен Аңырақай шайқасындағы тамаша жеңісті әрі қарай ұстап тұра алмады. Соның нәтижесінде біраз уақыт әлі де қазақ жері жоңғарлардың қол астында қалды. 16-шы сұрақ. Өзінің зардабы жағынан жоңғарлардың Ақтабан шұбырындан кем түспейтін шабуылы болған жылдар. Оның жауабы: 1741-42 жылдар. 1741-42 жылдары Қалден Серен бастаған қонтайшы қазақ жеріне тағы да бір үлкен соғыс ашып, шабуыл ұйымдастырды. 17-ші сұрақ. Бұланты өзенінің бойында Қарасиыр деген жерде болған шайқастың маңызы. Бұның жауабы: Қазақстанның солтүстік батысы азат етілді. 18-ші сұрақ. Аңырақай шайқасының тарихи маңызы неде? Жауабы: жоғарыдағы жауаптардың бәрі дұрыс. Шынында да Аңырақай шайқасынан кейін жоңғарлар Іле өзенін бойлай еліне қарай шегінді. Кіші орта жүз жерлерінің біраз бөлігі азат етілді. Ұзақ жылғы қазақ-жоңғар соғысында түбегейлі өзгеріс жасалды. Жауға қарсы 300-дің бірігуінің маңыздылығын түсінді. Достар, бірінші бөлім бойынша тесті талдауды аяқтадым. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өйткені мен екінші бөлім, үшінші бөлімдерден де тест салатын боламын. Достарыңызға таратыңыздар. Сау болыңыздар.